Мен тұра тұр, мен басын түсіндіріп берейін. Түсіндір. Не үшін әлем басында көшбасшы болып тағайындалды? Сосын оған кім көшбасшы болды деген. Негізі ең басында мен көшбасшы боламын. Одан кейін мен өзім кетіп қалдым десең, қандай, меня не уволили, я сам уволился. Қандай, одан кейін, яғни әрқайсымызды көшбасшы ретінде көру керек болды. Және де нақты тұрақталған сол кезде әлем болды, себебі ол арамыздағы ең үлкен, біріншіден. Және де бұған дейін шоу-bizде кішкене тәжірибесі бар адам болды. Яғни бізге дейін бұл Қазақстан дауысына қатысты біраз адамдармен араласты, кішкене білім бар деген сияқты ол жағынан. Сол себептен бұны көшбасшы ретінде көріп жатты. Бірақ көшбасшы деген, яғни басқалармен тіл табысу емес, бізбен тіл табысу керек болды. Иә. Және де тіл табысқанда сөзін өткізе білу. Қалай, иә. Сөзін өткізе білу бір бөлек, екіншіден суық сана керек болды. Яғни бұл кісі өте позитив және жылы да. Бірдеңе айтсаң, иә деп қабылдай салады. Бұда ол жоқ. Яғни, иә деп қабылдай салмайды да. Бірінші ойланады, қайсысы дұрыс. Егер дұрыс емес болса, жоқ деп қабылдамайды. Дұрыс болса, иә деп қабылдайды. Сол себептен біз Эйзидің сол суық санасына жүгіне отырып, оның лидерлік қасиеттерін көріп, Эйзиді барлығымыз бір ауыздан таңдадық. Эйзидің лидерлік болғаны осынысымен жақсы. Суық қарайды да бәріне. Мысалы, бірдеңе болса, тікелей айта салады. Болмаса да айта салады. Болмаса да айта салады. Мысалы, қалай дұрыс болу керек екен. Мен ондайға жоқпын. Мен ренжіткім келмейді, мысалы, болып қалады олай. Былай айтсам бір түрлі ренжіп қалама деп. Көп ойланып қаламын. Мен сосын бір әнге келгенде, бірдеңе келгенде мен шешім көп қабылдай алмаймын. Өйткені бірден қабылдай алмаймын да, мен көп ойланамын. Былай істесе дұрыс, бәрінен сұрап шығамын міндетті түрде. Эйзи өзінің нақты ойын біледі, қалай болу керек екенін нақты көреді. Сондықтан ол нақты шешім бірден қабылдай алады. Сондықтан бұл жағынан дұрыс.